Қаралы сұлу. 2 бөлім. Шалғынбай деген кісі әкемнің құрдасы еді. Көрші ауылда тұратын. Кішкентайымыздан балаларымен бірге өстік, жақсы араласып тұратынбыз. Сол күнгі ата-анаммен болған әңгімеден кейін мен үнсіз ғана бардым да жатып қалдым. Оларға не дейін? Әкемнің мінезін білемін, қарсы келмек түгілі жүзіне тіке қарауға емденемін. Енді не болмақ? Оқуға түсемін деген арман мақсаттарымның барлығының күл паршасы шыққаны ма? Арман ше? Оған деген сезімім ше? Сүймеген адамыма қалай тұрмысқа шықпақпын? Санамды жаулаған түрлі ойлармен арпалысып жатып, қыстығып жылап та алдым. Сөйтіп жатып, ұйықтап кетіппін. Таңертең тұрсам, анам сауын сиырларды сауып қойыпты. Әкем түнде мазасы болмай кеш жатыпты. Содан әлі ұйықтап жатыр екен. Осыдан бірер жыл бұрын соғымға бір жас бұқаны жалғыз өзі жығамын деп жүрекке қатты салмақ түсіріп алған еді. Содан бері жүрек ауыратын болды. Қаны қоюланып кете береді. Дәрігерлерге қаралып, қан сұйылтатын дәрілерін ішіп жүретін. Содан анам сиырларды өріс жаққа айдап, кезекті малшыға қосып жібер, деді. Бұл менің күнделікті шаруам болғандықтан малды алдыма салып, көше жаққа қарай шықтым. Шыға сала көшенің арғы бетінен сиырларын алдына салып, өріске қарай шыққан Арманды көрдім. Ол да күнде осындай уақытта шығатын еді. Малды өріске қосып, екеуміз әңгімелесіп қайтатынбыз. Арман мені көре сала, күрең тұлпарын ойнақтатып, қолын көтеріп маған қарай шауып келеді. Атқа отырысы қандай жарасымды. Кең иықты, кеудесі тік, сымдай созылған толқынды қара шашы артқа қайырылған. Өзіне сондай жарасымды. Баяғының серілері секілді, сондай сымбатты жігіт еді. Жаныма жақындап, аттан түсіп амандасты. Жұмсақ та қоңыр дауысы сондай жағымды еді. Екеуміз сиырларымызды бақташыға қосып, кері қарай қайттық. Мен, Арман, арық жаққа барып біраз отырып әңгімелессек қайтеді? Деп едім, ол, әкең ұрысып іздеп жүрмей ме? Дейді. Мен, әкем бүгін кеш тұратын шығар, ұйықтап жатыр, деп арыққа қарай бастадым. Үйдің маңында кішігірім су ағып жататын арық бар еді. Жан-жағын жабайы жидек ағашы басқан. Көлеңкелі тыныш жер. Сонда барып жиі әңгімелесіп отыратын едік. Атын ағашқа байлап көлеңкеге жайғастық. Арман маған қарап, бүгін біртүрлі көңілсізсің ғой, деп сұрады. Мен осы кезде өз-өзімді ұстай алмай көзімнен еріксіз жас ыршып кетті. Арман түрі қобалжып. Не болды? Әкең ұрысты ма? Әлде біреу бірдеңе деді ма? Деп сұрақтың астына алып жатыр. Мен, отыршы, сабыр етші, қазір айтамын, деп ата-анаммен болған әңгіменің барлығын баяндап бердім. Сөйтіп едім, Арманның жүзі түтігіп кетті. Екі иығымнан ұстап өзіне қаратты да, маған қарашы, мен сені жанымдай жақсы көремін, сені ешкімге бермеймін, сен мені сүйесің бе? Деп екі қайтара сұрады. Мен басымды изеп, иә дедім. Сөйтіп едім, Арман, онда мен сені алып қашамын, осы аптаның аяғында дайын бол, бір хабарын беремін, деп атына қарғып мінді де шауып кетті. Мен өз құлағыма өзім сене алмай тұрып қалдым. Содан есімді жиып үйге қарай беттедім. Бір күмән, бір үмітпен бір жеті зу етіп өте шықты. Сенбі күні кешкі астан кейін құрбым келді де маған, сыртқа шығып кетші, деді. Анама, дарбазаның сыртында құрбыммен бірге отыра тұрайыншы, деп сұрандым. Анам, көп кешікпей кел, әкең ұрсады, деп айтып жатты. Шыға сала, құрбым мені арық жаққа жетелей жөнелді. Оған не болды десем, сені Арман күтіп тұр, дейді. Жүрегім су ете қалды. Шынымен мені алып қашпақ па? Деп іштей толқып кеттім. Келсек жанында екі жігітпен Арман тұр. Амандасып болған соң, кел, көлікке отыр, кеттік, дейді. Құрбым, ал бақытты болыңдар, деп қоштасып жатыр. Арман мені көлікке отырғыза салып ауданға қарай тарттық. Ауыл мен ауданның арасы 3 шақырымдай жер болатын.
суылдап тез-ақ жеттік. Бипілдетіп Арманның үйінің ауасына кіріп бардық. Бір топ келіншек мені түсіріп алды. Менің аяқ-қолым дірілдеп, буындарым босап кеткен секілдеді. Содан Арманның анасы келіп, басыма ақ жаулық салды. Сөйтіп бір жеңгесі келіп, маған өз еркіммен келдім деген тілхат жаздыртып алды да ата-анама хабаршы жіберді. Арман бөлмеге келіп, уайымдама жаным, барлығы жақсы болады, деп бетімнен сүйіп шығып кетті. Әлден уақытта осы үйдегілер қуғыншылар келді, деп сыртта дабырғап кетті. Қызым қайда? Деген анамның дауысын естіп, орнымнан ұшып тұрдым. Бөлмеге анам мен әпкем кірді. Сондарынан Арманның анасы, жеңгелері кіріп келді. Анам: қызым, жүр, сені алып кетуге келдім. Әкен алып кел деді. Арамыздағы әңгімені білесің ғой. Барған соң Сәкенге тұрмысқа шығасың, дейді. Осы кезде Арманның анасы басқалардың барлығын шығарып жіберіп, анама сөйлесейік. Ашуыңызды басыңыз, екі жас бір-бірін сүйеді екен. Ұлым үйленемін деп қоймаған соң көндік. Екеуін де сырттай болсын оқуға түсіріп оқытып аламын, деп анама басу айтып жатыр. Ал анам болса басылар емес. Қызымды алып кетемін, құдаласып қойған жеріміз бар, деп менің қолымнан ұстап есікке қарай тарта бастады. Мен қолымды тартып алдым да анама: мен қайтпаймын, осында қаламын. Мен Арманды сүйемін, онымен қосылып қойғанмын, дедім. Анам бетіме бажырайып қарады да: ой, ұятсыз, ауылда осындай бір қаңқу сөз естіп едім. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды деген рас екен-ау. Осы жігітпен кездесіп жүрген екенсің ғой, деп бетімнен осып-осып жіберді. Әкене не бетімді айтамын? Сені алып кел деп еді, мұны қалай түсіндіремін? Деп жылап отыра кетті. Әпкем анамды ұстап жұбатып жатыр. Арманның анасы су әкеліп, енді болары болыпты, әкесінің ашуы тарқар, деп жатыр. Анам әпкеме: жүр кеттік, деді. Сөйтіп ешкімге қарамай, дастарханнан дәм ауыз тимей, жездемнің көлігіне отырып кетіп қалды. Олар кеткеннен кейін Арманның анасы келіп, жаңағы айтқаның рас па? Деп сұрады. Мен төмен қарап қысылып қалдым да: мен Арманды сүйемін. Осында қалу үшін әдейі өтірік айттым. Анам алып кетеді ма деп қорықтым, дедім. Анасы: солай ма? Онда кейін бір ананы айтып түсіндірерсің, деп шығып кетті. Ертесінде беташар болды. Мен келін атанып тойдан кейін үй шаруасына кірісіп кеттім. Алғашқы неке түні ақ жайма төселіп, екі жеңгесі есігімізді күзетті. Мен пәк болып шыққаннан кейін анасынан көрімдік сұрап жатты. Мен қатты қысылдым. Сонымен не керек? Ата-анамнан хабар болмады. Беташарға ауылдағы Жаңыл әже мен келіні келген болатын. Әжей бақыт тілей отырып ауылға барған соң, ата-анана кіремін, сөйлесемін, деп маңдайымнан сүйіп қоштасып, ауылға қайтып кетті. Көңілім орныққандай болды. Жастайымнан анам әпкем екеумізді үй тіршілігіне баулып өсірді ғой. Бұл үйдің де шаруасын дөңгелетіп әкеттім. Арманның жанында бақытты күндерім өтіп жатты. Бір күні көрші ауылда үлкен көкпар өтетін болды. Үзенгелес жолдастарымен Арманда барамын деді. Көкпар бәйге десе ішкен асын жерге қоятын. Мен: бармай-ақ қойсан болмай ма? Жанымда болшы, десем: бір-ақ күн ғой, кешке дейін келемін, деп еркелетіп мойнымнан иіскеп атына мініп жолдастарымен кетіп қалды. Кеш бата Арманмен бірге кеткен жолдастарының бірі тәте деп дауыстап шауып келді. Не боп қалды? Деп кешкі асқа енді отырған бәріміз атып шықтық. Арман аттан құлап жедел жәрдем келіп ауруханаға алып кетті, дейді. Өкпемізді қолымызға алып қайнатамның көлігіне отыра салып ауруханаға құстай ұштық. Келіп сұрастырып едік, дәрігерлер шықты. Арман көкпар тартып қатты шауып келе жатқанда омыртқасынан қатты құлап, мойын омыртқасы үзіліп кетіпті. Ауруханаға жетпей жатып ақ жан тапсырыпты. Осылай сүйіп қосылған арманнан айырылып қалдық. Өрімдей жас, жар құшағына тоймай, отбасылық өмірім бір айға да созылмай, қара жамылып, жесір атандым. Жалғасы бар.